Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай керемет болып шығатын, өте жұмсақ, өте дәмді және американдық ең күшті рецепттердің бірі синнабон бөлкесін дайындайтын боламыз. Құрамы қарапайым заттардан тұрады. Құрамына қанша зат керек, қанша грамм кетеді, барлығын описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жерден мұқият қарасаңыздар болады. Ең алдымен таза ыдысымызға 250 мл жылы сүтімізді және 50 грамм қант, 1,5 шай қасық ашытқы қосып, апара дайындап қоямыз. Апара көтерілгенше 2 жұмыртқа және де оған 50 грамм қантымызды қосып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей апарамыз 10 минут тұрды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бетінде көпіршік пайда болған. Енді оған жаңа дайын болған смесімізді қосып, және де 75 грамм сары майымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды жаймен 3 бөлікке бөле отырып, осылай бастапқыда қасықпен араластырып, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамырымызды елеп алатын боламыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болуы керек, және де артығын қоссаңыздар, булочкаларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан, егер де қолға жабысатын болса қамырымыз, онда сұйық май қосып жіберуге болады. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін пищевой пленка жауып, оны бетінен қақпақ және де майлық жауып, жылы жерге алып қоятын боламыз. Жылы жерде 1 сағат тұрғаннан кейін мен оны микроволновкада 1 минутқа қыздырып, сол қызған жерде және 1 сағатқа қалдырып қойдым. Мінекей осындай болып көтерілді. Енді булочкамызды жасай беруге болады. Ұн сеуіп, қолға жабыспас үшін ұн сеуіп жердім. Және де осылай оқтаумен жайып аламыз. Үлкендеу қылып жаямыз. Қалыңдығы 5 мм болу керек. Қамырымызды жайып болғасын, оның үстінен бөлме температурасындағы сары майды осылай қасықпен жағып шығатын боламын. Салмасына қант қосамыз. Қантты осылай сеуіп шықтым. Енді оның үстінен корица, жарты бөлігіне корица сеуіп, және де осының үстінен ванилинді сеуіп шықтым. Ванилин бізде өте күшті дәм береді, және де иісі де өте керемет болып шығады. Жарты бөлігіне мақ қостым. Салмасын өз қалауыңызша жасасаңыз да болады, какао қоссаңыз да болады. Бірақ синнабонның рецебі бойынша корица қосу керек. Енді қамырымызды осылай рулет қылып орап шығамыз. Және ұшын біріктіріп, осылай ашылып кетпес үшін біріктіріп аламыз. Жіптің көмегімен мен осылай барлығын бірдей қылып, осылай кесіп алдым. Кесіп қойған булочкаларымызды бірден пергамент қағазының үстіне қойып, салып шығатын боламыз.
кесіп алғаннан кейін булочкаларымыздың бетін майлықпен жауып тағы да 15-20 минутқа қойып қоямыз. Көтерілгесін осылай 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің булочкамыз пісті. Енді помадка жағамыз. Помадкасына творожный сыр және де сахарный пудра және де сары май қосып, барлығын жақсылап араластырып, осылай бетіне жағып шығатын боламыз. Помадкасы өте дәмді болады. Сонда булочкаларымыз одан сайын дәмдірек болып шығады. Мінекей біздің синнабон булочкаларымыз дайын. Жасалу жолы өте оңай және де қарапайым заттардан тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Мінекей біздің булочкамыз өте дәмді және де жұп-жұмсақ болып шықты.